Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Және де осы видеоны жоғалтып алмас үшін достарыңа, сыныптастарыңа жіберуге де болады. Бүгін біз 3-ші сынып қазақ тілі 73-ші сабақ негізгі және туынды зат есім тақырыбында сабағымызды одан әрімен жалғастыратын боламыз. Ендеше 28-ші жаттығу: суреттер бойынша мәтін мазмұнын болжа. Бізге берілген суреттер Абай Құнанбаевтың мүсіні және де қазақтың үш биі Әйтеке, Қазыбек, Төле билердің мүсіні және пирамида кесенесі берілген екен. Енді мәтінді оқы. Мүсін бейнелеу өнерінің ерекше түрі. Мүсіншілер шығармасын әртүрлі материалдан жасайды. Мүсіндер ірі және шағын болып келеді. Ірі мүсіндерді қала көшелерінен, мұражайлардан көруге болады. Алматыда Абайға, Абылай ханға, Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметоваға арналған ескерткіштер бар. Бейнелеу өнері кітабынан. Өзің тұратын жерде қандай мүсіндер бар? Зерттеу жүргіз. Ол мүсіндер туралы дерек көздерден біліп ал. Мысалы, мен өз қаламды алатын болсам, бізде қаламызда Қозы Көрпеш Баян Сұлу ескерткіші бар. Ол теміржол вокзалының алдында орналасқан. Сендер де осы секілді өздерің тұратын қалаларыңдағы тұратын ескерткіш туралы сипаттап және ол кімге арналып жасалынған екенін осылай анықтап көрсеңдер болады. Мәтіннен негізгі және туынды зат есімдерді теріп жазыңдар дейді. Біздегі негізгі зат есімдер мүсін, өнер, түр, материал, қала, көше, мұражай, Алматы, Абай, Абылай хан, Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова. Ал енді туынды зат есімдерге келетін болсақ, ескерткіш, мүсінші, шығарма. Осы үш сөз бізде туынды зат есім. Ал енді есімізге түсіре кетейік. Негізгі зат есім дегеніміз түбір сөзден құралған, одан әрі бөлінбейтін негізгі бөлшек. Ал енді туынды зат есім дегеніміз сол негізгі түбірге жалғау, қосымша жалғану арқылы туындайтын зат есімді туынды зат есім деп атаймыз. Үнемі осы ережені есте сақтаймыз. Жиырма 29-шы жаттығу: Мерейдің ағасы Жандосқа жазған хатын оқы. Құрметті аға, мен жазғы демалысымды қалада өткізгім келеді. Сондықтан Астанаға баруды жоспарлап отырмын. Астанада ғимараттарды көрсем деймін. Екеуміз қаланы бірге аралаймыз. Кездескенше сау бол. Қарындасың Мерей. Енді қалай ойлайсың, осы хат дұрыс жазылған ба? Нені өзгерткің келеді? Немесе нені қосуға болады? Хат жазғанда мына нұсқаулықтарды басшылыққа алып жаз. Ендеше біз өзіміз хат жазып үйреніп көрейік. Осы нұсқаулық арқылы есте сақта. Сәлемдесу сөзінің біреуге қаратып айтылуы, яғни біреуге сәлемдесуі. Өзің хат жазып отырған адамның хәл жағдайын білу мақсатында сұрақ қою. Сәлемдескен соң ол кісінің хәлін сұрау керек. Өзің туралы мәлімет. Яғни өзің не істеп жүрсің, сабағың, оқуларың барлығы жақсы ма екені туралы қысқаша мәлімет беріп кетсең болады. Қоштасу сөзі, яғни біз жазған хаттың соңғы аяқтамасы. Хат жазып отырған адамның аты жөні. Яғни сен ол адамға кім болып келесің? Немересі боласың ба, туысы, қарындасы деген секілді сен де хаттың соңын солай аяқтауың керек.
Мерейдің жазған хатын біз енді толықтырып жазайық. Құрметті Жандос аға, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Мен жазғы демалысымды қалада өткізгім келеді. Сондықтан Астанаға баруды жоспарлап отырмын. Астанадағы ғимараттарды көрсем деймін. Уақытыңыз бар болса, екеуміз қаланы бірге аралайық. Кездескенше сау болыңыз. Сәлемнен қарындасыңыз Мерей. Осы сөздерді басшылыққа ала отыра, өздерің де қалаған адамдарыңа, ата-әжелеріңе, немесе әпкелеріңе, ағаларыңа хат жолдауларыңа жазып көрсеңдер болады. Келесі 30-шы жаттығу. Қайрат пен Гүлжан пілдің суретін салды. Суреттері әдемі-ақ, бірақ олардың салғаны түрліше болып шықты. Суреттердің түрліше болуының себебін дәлелде. Мінеке бізде орындық пен партада Қайрат пен Гүлжан отыр. Және ортасында піл. Екеуінің қолында бір түсті қарандаш. Осы пілдің суретін салып жатыр. Енді не үшін осы екеуіні салған суреті екі түрлі, бірақ бір пілді салып жатыр? Енді анықтайық. Қайрат пен Гүлжанның суреттерінің екі түрлі болып шығуы, екеуіне піл екі түрлі болып көрініп тұр. Гүлжанға піл оң жағынан көрінсе, Қайратқа сол жағынан көрінді. Мінеке, бүгінгі біздің негізгі және туынды зат есімге арналған керемет сабағымыз бен тапсырмаларымыз аяқталды. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Және де осы видеоны достарыңмен, сыныптастарыңмен бөлісіп қоюды ұмытпайық. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше сау болыңдар.